Сәлем, сізді каналымда көргеніме қуаныштымын. Бүгін осындай қытырлақ, өте дәмді гранола жасаймыз. Ол үшін бізге 300 грамм овсянка керек. Көп рецептерде айтып жатады, үлкен хлопьясын алыңдар деп. Бірақ маған ол қатты секілді көрінеді, сол үшін маған осындай ұсақ түрі ұнайды. Сосын 200 грамм жаңғақ. Бұл жерде грек жаңғағы, сіз өзіңізге ұнайтын кез келген алсаңыз болады. Және де 50 грамм кокос ұнтағы. Тәттілік үшін қосамыз, және де 50 грамм асқабақ дәні. Бұл жерде де сіз өзіңізге ұнайтын кез келген дәнді алсаңыз болады. Мысалы, шемішке дәні, басқа деген секілді. Қант қоспаймыз, сол үшін кокос ұнтағы бізге әдемі тәтті дәм береді. Және де барлығын біріктіру үшін 150 грамм бал керек. Балды шамалы микроволновкада ерітіп алсаңыз, осылай сұйық болып араластыруға ыңғайлы болады. Және де тағы да әдемі дәмі үшін мен осылай арахисовый паста қостым, бірақ ол міндетті емес, егер болмаса қоспасаңыз болады. Ал егер үйде болса, онда әдемі ерекше дәмі үшін 1,5 шай қасық қоссаңыз жақсы болады. Және де кокос ұнтағының тәттілігі аз болып көрінді, сол үшін бірнеше плитка шоколадты ұсақтап турап қостым. Ол да міндетті емес, бірақ тәтті болған қаласаңыз шамалы қосуға болады. Сосын пештің ыдысына пергамент қағазын төсеп, граноламызды барлығын жайып шығамыз. Пешті осы кезде 150 градуста қыздырып қойыңыз. Және де пеште 10 минут ұстағаннан кейін граноланы алып шығып, бір араластырып жібереміз. Ұзақ араластырмаңыз, әдемі түйіршіктері болмай қалады. Шамалы ғана бір асты үстін аударып аламыз, бетін қайтадан тегістеп, тағы 10 минут ұстаймыз. Сол кезде жалпы 20 минутта гранола дайын болады. Дайын болғаннан кейін толығымен суытамыз, содан кейін барып қана пергамент қағазын қозғап, осылай гранолаларымызды банкаға салып, дәл осылай шай ішсеңіз де болады, немесе таңғы асқа ішсеңіз де өте дәмді әрі пайдалы. Және де ұмытпаңыз, гранола 2-3 апта ғана сақталады. Ас болсын!